Кішкентай қоқысты қай жерге тастасақ та ол сол жердің әдемілігін құртады. Және де бұның барлығын үлкен адамдар, яғни жастар өздері бірінші өздерінен бастауы керек. Егер жастар өздері экологияны сақтай алса, бұндай жағдайлар болмас еді. Және де бұл жерде көріп отқанымыз, яғни 9-10 сынып оқушылары қоқысты жерге тастап экологияны сақтамай жатыр. Бұны көрген балалар олардан қайталайды. Неге қайталамасқа? Өйткені олар әрқашан көргендерін жасайды. Және де бұл көрініс балаларды көргенін қайталап жасайтынын көрсетеді. Және де бұл жерде қыздардың өзара сөйлесіп келе жатырып, жерге түскен нәрсені көтермей кете беруі. Және де бұл жағдайда келесі жақсы жағынан неге қарамасқа? Қарап отырсақ, қыздар қоқысты жерге тастамай, қалталарына салып бара жатыр. Және де өздерінің қоқыстарын қоқыс жәшігіне тастап, не деген үлгі көрсетіп жатыр. Және де кішкентай оқушылар бұны көріп, тастамақ болады, бірақ тастамайды. Сол жерде бір бала оларға ой салады, және де олардың барлығы бірігіп өз қоқыстарын қоқыс жәшігіне тастайды. Және де бұл қыздардың істеп отқанын көріп, біз жақсылықты көре аламыз. Экологияны сақтай!